Сәлем, бұл менің орным. Солай ма? Мен білмедім. Қай орынға отырсам болады? Сен екеуміз туыспыз ба? Әлде менің анам менен біреңе жасырып жүр ма? Білмедім. Менің атым Айгүл. Менің де атым Айгүл. Ендеше сен менің қасыма отыр. Сен менің екі символға қалай қарайсың? Айгүл, сен өзіңнің күнін жасап алғансың ба? Дәл солай. Ал клоның сөйлеме. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Апай, біздің сыныпта жаңа оқушы пайда болды. Клон келді. Аты жөнің кім? Апай, ол менің егізім, оның да аты Айгүл. Егізім дейсің ба? Атта сегізде бірінші көрім. Ата-анамыз бір-біріне жақын болып өссін деп, бірдей ат қойған, көріп тұрсыз. Екеумізде ажырата алу мүмкін емес. Солай деңіз. Айгүл мен аты тегіңіз бірде ғой. Олай болса, Айгүл Мұхажанова деп журналға жазып қояйын. Жоқ, біздің аты тегіміз бірдей емес. Неге? Апай, жаңа оқушының аты клон Айгүл. Апай, мен Сапар Айгүл. Апай, бізді оңай ажырату